Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді бауырсақ жасайтын боламыз. Оп-оңай дайындалынады. Ол үшін мен YouTube каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Осындай томпақ әдемі бауырсақтар шығады. Күшті болып көтеріледі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысқа тұзымызды және қанттарымызды салып аламыз. Жылы суымызды құямыз. Бір ас қасық тұрыш саламыз. Азғантай сұйық майды құйып, 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырып алып, ұнымызды осылай електен өткізіп отырып, аз-аздап қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Аз-аздап қосыңыздар, қамырымыз жұп-жұмсақ осындай болу керек, және оны 1-2 сағат осылай көтерілгенге дейін қойып аламыз да жаюға кірісеміз. Оқтаумен біркелкі етіп жайып аламыз, ұн сеуіп отырып. Және осындай бокалдың көмегімен кез келген формада кесіңіздер. Ромбик тәрізді етіп кессеңіздер де болады. Майымыздың қызғанын тексеріп, осылай қуырып пісіріп ала береміз. Өте оңай дайындалынады, жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоға лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын.